Армысыздар ағайын. Бұл менің 5-ші видеом. 5-ші видеоның бірінші бөлігі болып табылады. Себебі мен сіздерге көрсеткелі отырған дерек келмей қалды. Сондықтан келесі видео 5-ші видеоның екінші бөлігі болады. Ол менің парақшамда болады, парақшамда кіріп көруге болады. Мен сіздерге деректерді жылдар бойынша жазылған ретімен көрсетемін. Яғни ең бірінші дерек осы Минда Белу, яғни Милхун жазған 1220 жылы жазылған дерек болып табылады. Одан кейінгісі 1220-1221, ол армян жылнамашыларынан соның бірі Себестаций болады, Инока Магаки жазбалары болады, содан кейін болады Плана Карпинидан, Марко Полодан деп сөйтіп жалғасып кете береді. Ал енді осы жаңағы мен сіздерге ұсынып отырған Минда Белудің ішінде ең маңызды нәрсе ол бірінші Шыңғыс ханның қара татар екені жазылған, және оның жош ұлы екінші ұлы, бірінші ұлы Би Иин деген қытайша жазған. Сол кісі және Цзинь империясын алу кезіндегі шайқаста қаза болғандығы жазылған. Ал енді әдебиетті қарсы алыңыздар. Минда Белу 1221 жылы Менху деген Жалайыр Мұқалайдың қосынында болған ханзулардың орысша айтқанда шпионы, яғни жансызы елші кейпіндегі сол жазылған дерек. Минда Белудің аудармасы қара татарлардың толық сипаттамасы болады. Бұны 1975 жылы орысшаға аударып, орыстар полное описание монголо татар деп атын аударып жария еткен. Қазір өздеріңіз көресіздер. Бұл деректе Менхун, Шыңғыс хан және оның қолбасшылары, уәзірлері, атқосшылары барлығы қара татар екенін жазған. Яғни өздерінің ұлтын қара татар деп көрсеткен. Құрметті оқырман, сіздерге бұл кітаптағы жазулар анық көріну үшін кітаптың бетін қырынан қоямын. Телефондарыңызды қырынан қойып оқыңыздар. Осы кітаптың 45-ші бетінде татарлардың, яғни Шыңғыс ханның ұлысындағы рулардың шығу тегін жазады. Ол кісі Менхун, ол татарлар дейді, шатодан шығады дейді. Бұл шато деген ол орысша жазылған, негізде Қытай тілінде Садо. Бұл Садо, яғни орысша шато татарларының дейді 3 түрі болады дейді. Біреуі ақ татар, екіншісі қара татар, үшіншісі жабайы татар. Осы кітаптың 48-ші бетінде Шыңғыстың қара татарға жататындығын және оның уәзірлері, атқосшылары, қолбасшылары қара татар екендігін ап-анық жазған. Сонымен қатар татарлардың, яғни Шыңғыс ханның ұлысының халқының сипаттамасын және Шыңғыс ханның өзінің сипаттамасын берген. Орысшадан Шыңғыс ханның сипаттамасын оқып жіберейін. Что касается татарского владетеля Темуджина, то он высокого и величественного роста. Яғни ол зор денелі биік адам болған. Үтір с обширным лбом и длинной бородой. Яғни ол кісінің кең маңдайлы және ұзын сақалды болған. Личность воинственная и сильная дейді. Ол кісінің мінез құлқы дейді өте жауынгер және өте күшті деп жазған. Ол сонысымен барлығын ерекшеленеді дейді. Құрметті оқырман, кітап бетін тігінен қоюға мәжбүр болып отырмын. Себебі бұл жердегі дерек өте маңызды. Өйткені бұл кітапта монгол деген сөздің, яғни моғол деген сөздің төркіні қайдан шыққандығы анық жазылған. Сол 10-шы ғасырда жазылған. Яғни моңғол деген сөздің былай айтқан кезде бөтен бір бөлек бір бұрын жойылып кеткен халықтың, яғни осы қара татарлар жойып жіберген, ата-бабалар жойып жіберген халықтың атауы екенін Менхун ап-анық жазады. Сондықтан мен сіздерге мәнерлеп шамам келгенше орысша оқып берейін. Татарское государство на юге находится в соседстве с племенами Цзю, а слева и справа Шато и другими племенами. В старину существовало государство Монгус в незаконной. Цинцев, Тяньхуи также тревожил цинских разбойников и причиняли им зло. Цинские разбойники воевали с ними. Впоследствии же цинские разбойники дали им много золота и шелковых тканей и помирились с ними, как говорится в Чжэньцзилиляна. Монголы некогда переменили период правления на Тяньцзи, и их владетель назвал себя родоначальником династии и первым просвещенным августейшим императором. Нынешние татары, то есть народ Чингисхана, очень примитивны и дикие, почти не имеют никакой системы управления.
Яхун часто расспрашивал их об их прошлом и узнал, что монголы уже давно истреблены и исчезли. Точка. Бұл 50-ші беттегі әңгіменің осы кітаптың 53-ші бетіндегі жалғасы. Еще татары восхищаются монголами как воинственным народом, и поэтому обозначают название династии как Великое Монгольское государство. Этому также научили их бежавшие чужеринские чиновники. Көрдіңіздер ме? Оларды солай айтуды үйреткен. Яхун лично замечал, как их временно замещающий император Гован Моху каждый раз сам назвал себя «мы татары». Все их сановники и командующие также называли себя «мы татары». Они даже не знают, являются ли они монголами и что это за название. Яғни бұл жерде қара татарларды өздерін монгол деп үйретуді және мәнжүрлерден, яғни цзиндердің ата бабасынан қашып келген шенеуніктер үйреткен, монгол деп айтуды. Ал олар өздері тіпті монгол екендігін білмеген. Көрдіңіздер ме? Аудармасы осы. Құрметті оқырман, мен бұл кітаптағы тикток тыйым салған сөздерді оқи алмаймын. Өйткені бұл видеоны удалить етіп тастауым мүмкін. Сондықтан мен сіздерге бұны бірден қазақшаға аударып беремін. Тикток әзірге қазақша түсінбейді. Бұл жерде, яғни осы кітаптың 56-ші бетінде Шыңғысханның ұлдары көп болған жасады. Тұңғыш ұлы Би-ин Цин патшалығының, яғни Юнчужанның, бұл Кидайдың, яғни қиыр шығыстағы мәнжүрлердің бабасының патшалығы, соның Юнчужан деген астанасын шабуылдаған кезде қаза болған екен. Сондықтан дейді, қазір Жошы Шыңғысханның үлкен ұлы болып табылады. Демек, біз бұл жерден бөртемен еріп келген Меркіттен туған ұлы соғыста қаза болған білеміз. Ал Жошы хан болса, таза Шыңғысханның өз ұлы екен. Историк Тимуридского двора Хандемир в своей книге «Хуласет-уль Ахбар» писал о мгулах. В этой книге также говорится, что мгулы — это тюрки, а их родина — Туркестан. Родословную Чингисхана он возводит к Иафету, тюрку, Мухулхану, Огысхану, Елхану и Кианхану. Потомки Кианхана, по его словам, называются Кият. Хотя в оригинальной книге, как и в русском переводе, вообще нет упоминаний о монголах, русские все равно назвали ее «История монголов». На первой странице книги говорится, что родословная Чингисхана начинается от Яфета, от его сына Тюрка, а земля Яфета называется Туркестаном. Говорится, что потомки тюрка, татар и могол разделили между собой и правили двумя частями туркестанских областей. На 31-й странице книги в разделе «Возвращение Чингисхана в Туркестан» говорится: Чингисхан вернулся на свою родину, в свою отчизну. Смекаешь? То есть после битвы в Хорезме он вернулся в Туркестан, на свою родную землю. Кстати, про монголов. Вы знаете, что до 1921 года территория нынешней Монголии называлась Туркестан? А название столицы нынешней Монголии дал казах Тұрар Рыскулов. Странно, да? Как эта Великая империя называлась Туркестан? То есть Великая Монгольская империя называлась Туркестан. Армағайын, эфирде Садақ медиа жобасының сұхбат айдары. Бүгінгі біздің сұхбатымыздың қонағы өздеріңізге белгілі зерттеуші, Евразия ұлттық университетінің түріктану, алтайтану ғылыми зерттеу институтының директоры, тарих ғылымының кандидаты, филология ғылымының докторы, зерттеуші профессор, Түркиядағы Кемел Ататүрік атындағы Түрік тарих академиясының толық мүшесі Қаржаубай Сартқожаұлы. Аға, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Жақсы, енді тағы бір көрерменге керек, енді қоғам үшін бір сұрақ қойып сөзіңізді бөлейін, енді айып етпеңіз. Мына бізде енді қазір және Шыңғысхан мәселесін қазір қатты қозғайды. Шыңғысханды қазақ қыла алмай қырылып жатырмыз. Кейбір тарап айтады, Шыңғысханды қазақ деген қылғаннан гөрі қазақты моңғол қыла салған оңай. Не болмаса Шыңғысханды ортақ түркі жұрты қылайық дейді. Енді бұл туралы не айтасыз? Шыңғысхан қазақ болғандан біз өзі не ұтамыз? Шыңғысханның дініне қатысты да мысалы дау көп, тегі белгілі болған. Бұл осы бір көрерменге сол қажетті не үшін бір осында бір толғап өттіңізші бір. Шыңғысханды қазақ болдырғаннан біз ешнәрсе ұтпаймыз. Ұтатын нәрсеміз жоқ. Бірақ тарихты дұрыс жазып кетуіміз керек. Шыңғысханның ата бабасын шыққан тайпасы қияттар. Қият дегенің бүгін Қызылордада да отыр. Қалың қият отыр. Қият дегеніңіз бүгін мына Өзбекстанның қарақалпақтары. Бір кездегі Парпия, Александр кімнің Македонскийдің
салған қаласының орнында осыдан отыр қазір. Қияттар, қалың қият отыр. Арғы тегі осы қияттардан. Оны тарихта жазылған. Енді қияттың ішінде бөрі тегін. Бұдар боржығын дейді оны. Моңғолдар боржығын деп жазып қойған. Бұдардың боржығын дейтін себебі бөрі тегін. Оның мағынасы, жаңа мен айттым бөрі тегін деп, түркше мағынасы бөрі тегін. Бөрі тотемі. Тотем. Тегін дегенде қанжада деген мағына береді. Ал енді құпия шежірede айтады. Шыңғысханның ата-бабалары, арғы аталары, арғы аталары дейді. 8-9 ғасыр заманында Көпсікөл дейтін су бар, көл бар. Көпсу көл деген сөз. Көпсікөл дейді моңғолдар. Сол Көпсу көлдің маңайынан бері қарай Борхан қалды оның қарай келген еді дейді. Сонда Шыңғысханның өзі түрік екені белгілі болып тұр. Ол кезіндегі ұйғыр хандығының қол астындағы жері болатын. Түріктер болатын, түріктердің жері болатын. Үйтсе, ана швейлерді жаңағы дүние көрген Шыңғысханның арғы аталары бағындырып алған болып отыр. Өзінің қол астында қызметші қылып алған. Соның жаңа бір тайпа пайда болды. Ал осы 10-11 ғасырға дейін, қазір Қытай моңғолдың ғалымдарының бәрі жазып жатыр. Үлкендер де жазған, кейінгі зерттеушілер де жазып жүр. Бұлар 10-11 ғасырға дейін түрік тілінде сөйлеген. Түрік тілінде. Тілі түрік болған, түрік тілі. Тілі түрік болған. Енді ана швейлер солтүстік жағындағы тунгустермен жақын болды, ауыл аралас, қой қоралас болды. Шығыс жағында мәнжүрлермен ауыл аралас, қой қоралас болды. Сонымен аралас тілді болып келген. Енді өздерінің түрік тілі қосылады, сонымен тіпті араласады. Соның бостан болып жаңа тіл пайда болды. Тіл деген дереу өзгереді. Мәселен, мына өзбектеріңіз 1990 жылдағы өзбектердің тілін оқысаңыз, яғни бүгін қазақ тілімен бірдей. Ал онан кейін қайтқанда бұлар өзгерді жіберді. Парсы сөздерін өте көп қосты. Совет үкіметінің тұсында бұлар қазақтан бөлінбекші болды. Әдейі саясат жүргізгендей болды осыдан негізі. Парсы сөзін өте көп қосып, сингармонизмді бұзып жіберді. Сонан кейін жаңа өзбек тілі пайда болды. Сосын бұл тіл жоғары деген сөз бір 100 жылдың ғана мәселесі. 100 жылдың мәселесі. Міне осындай, бұл шығу тегі осындай. Бала кезімізде көріп өскен Шыңғыс хан сериалында Шыңғыс ханды да оның әкесі Есугейді де ойнап шыққан мына кісі туралы не білесіздер? Негізі бұл қызықтылға. Біріншіден, бұл кісі Шыңғыс хан атамыздың Шағатай ұлының тікелей ұрпағы. Басен Жабу есімді актер көкеміз Қытай Халық Республикасының ішкі Моңғолия мемлекетінде дүниеге келген. Ұлты моңғол, бірақ қазақтардың арасында өскендіктен қазақ тілінде судай сөйлейді деп жатыр. Әкесі айтыскер болып, қазақтармен айтысқан деседі. Шыңғыс хан рөлін сомдаған ең мықты актер көкеміз биыл 71 жасқа келіпті. Құттықтап қойайық. Құдай қаласа бір күні ол кісіні өз көзіммен көріп, сіздерге арнап қазақша сұхбат түсір десеңіздер, пікірге Қазақстан туын жолдап, репост басып қойыңыздар. Арғын алдыра терюман мана алып тұшағатя. Мана алпасын хасқын өртәп түш бәккәгі. Бәккәгі. Мана авенерім баттар жүгді бәккәгі. Баттар жүгді. Бәккәгі хасқы топшыры болса ақын соқтық. Домбыра, қазақ домбыра, чәрт дегенде. Жуықта мен Әз Жәнібек ханның нәсілі Кенесары хан қорының төрағасы Шыңғыс хан орденінің егері Мұхтар хан Абаған төремен сөйлескенімде, ол мен қарақалпақтардағы қияттарды ғана Шыңғыс ханның руына жатқызам деген еді. Айтып қояйын, мен ұрым қият, мен ақылын қараған қияттың қызымын. Европада ilmi лабораторияларда сондай жоба бойынша Шыңғыс ханның миллетін дәлелдеу үшін Қарақалпақ миллетінің қият руының жігітлерінің ДНК-ға тест алды. Менің інілерім әлдеқашан тапсырып болды. Бұл жұмыс еле бері давам етеді. Себебі Қарақалпақ қият руынан тест аз алынған екен. Енді бұл ілімпазлардың жұмысы ғой. Өзбекстан үкіметінің істеген әрекетлері бойынша Өзбекстанда тексеруге қадаған еткізіліп, Қазақстанда өткізілді бұл жұмыс. Не деген қастиянлық қылғаны. Ал ұлы Шыңғыс хан Қарақалпақ миллетінен болып шықса, қандай кәрамат болар еді. Мен қазір мінекей Америкада отырыппын, менің Сурхандариялық достарым қызлар жігітлер, Науайлық қызлар жігітлер маған қоңырау шалып хабарласады. Өздерінің Қарақалпақ екенін уақытында айтпағанлар айтып жатыр. Көз алдыңызға келтіріп көріңдер. Шыңғыс хан Қарақалпақ болыпты деген келсе, тап Қарақалпақ емес, мына Өзбекстан үкіметінде отырған өзбекler де Қарақалпақ болып кетер еді.